Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін 21 наурыз. Балапандарда барлықтарыңыз демалысқа шығып рахаттанып отырсыздар ма? Енді ертеңге наурыз көже жасап қояйын деп. Осылай мына кішкене жүгері. Опой, құрт жеп жүр бұлар. Ашал. Сосын бидай, мына жерде ананың тарыдан, қуырмаған тарыдан каша жасап бердім деп тұр балаларға. Бұның қуырылғаны да болады. Және мына жерде қазір перловка қосам, маш қосам. Сөйтіп наурыз көже жасап қояйын деп жатырмын. Сіздер не істеп жатсыздар? Бүгін бірінші күні балапандарға 5 күн демалыс берген ғой. 26-сына бірақ барады садиктеріне. Бірге болыңыздар. Достар, мына жақта жүгеріні салып қойдым алдымен. Жақсылап қайнап, бір құрап кішкене пісіңкіргеннен кейін бидайды арнайы сала береміз. Мына жерде перловка, маш жуып қоямын қазір. Мұнда мен тарыны бұқтырып қойдым ыстық суға. Біраз жарты сағатқа дейін бұғып болғаннан кейін жайлап сүтке каша пісіретін боламын қыздарға. Достар, тарыдан осындай күшті каша істедім. Күшті болды. Қазір балапандарға беремін, сәл су құю керек. Мұнда қайнап жатыр. Наурыз көже піссін. Күшті болды, қазір суысын. Қыздарым уже кашаны тауысып қойды. Өте дәмді болып шығады екен осылай. Тарыдан да каша жасап жеуге кеңес береміз, иә? Екі қыз уже тауысып қойды, Раянам әлі жүр сипаланды. Маме тауысып қойдым. Енді мынандай балапан дәптерінен кішкене сабақ еске түсіріп қояйық, ала ғой. Бұл қыз сурет бояп отыр, ойнап жатыр. Мына жерде балапан дәптерін жасап жатырмыз. Я, бояй ғой. Қазір тапсырмай қарап еді. Я, бояй ғой. Я, соны. Я, бояй ғой. Дұрыс. Енді көлеміне қарай дейді. Кішкентайлар қайсысы, үлкендер қайсы? Сол сөйтіп қоршап қой. Үлкендерді бір бөлек, кішілерді бір бөлек. Дұрыс. Бояға ботам. Қызында бояға отыр. 5 күн демалысты осылай өткіземіз. Сабақ орындаймыз, сабақ оқимыз, ойнаймыз. Мұнда түсіне қарай дейді. Қандай түс? Қандай түс? Ол деген қызыл. Қызыл, мынау ше? Білемін. Қандай айтсайшы? Қандай? Көк, молодец. Раяна білді, ұмыт қалдың ба? Жоқ. Қызылдарды бір бөлек? Ане, білем о? Иә. Не білем о? Сен айтпайсың ба енді? Білем деп тұрмын. Солай бояйды екенсің. Келесі тапсырмаға өтеміз. Ауызашарға шақырған болсыңыз. Соған келе жатырмыз ауызашарға. Бесіншілер жатады. Бәріне шығып жатырмыз. Наурыз көже шығар. Жаңа бутылканы аралаңыз. Киім ақтарып жинап жатырмын. Бүгін демалыстың екінші күні, 22 наурыз. Барлықтарыңызды наурыз мейрамымен құттықтаймын. Бізде қазір кішкене сандықты ақтару, реттеу, киімдерді, қыстық киімдердің бәрін салып тастап отыр. Қалың киімдерді салып тастамасақ. Одан кейін кеше біз ауызашарға бардық достарымыздың. Енді бүгін кешкісін тағы да бір досымыздың үйіне барайын деп жатырмыз, Талғарға. Барлықтарыңызға наурыз құтты болсын. Наурыз көжеміз мінекей осындай болды. Ішесің ба қазір? Қыздар құйып беріп отырмын, қыздарға ішіп отыр. Наурыз көже ішкен қыздар. Наурыз көже ішіп алып. Қазір сәлден кейін жолға шығамыз. Қонаққа бардық. Тағы да қонаққа барамыз. Бүгін тағы қонаққа барамыз. Иә. Ал наурыз көжелерін тасып қойыңдар. Тойып ішіңдер, тойып. Көрегін күшті. Иә, ас болсын жай.
ауызашарға келдік. Достар, неткен қабыл болсын. Бізді қамыр әкелді. Мінекей Перизаттың өз қолынан жасаған тирамису торты. Мына жерде медовик. Қазір ойбай тамақтан кейін өзгеріс болатыр, антракт болатыр бізде. Я осындай жейсің ба қазір? Қазір кесеміз. Күшті. Міне мынандай той бастар тарқатып жатыр. Маған кішкентай осылай терка тиді. Бүгін 23 наурыз. Үшінші күн ауызашарға келіп отқанымызға. Мынандай бүгін Дракон Сити деген жерге келе жатырмыз. Осындай ЖК-ға. Кеше Талғарға барғанбыз. Оның алдында гранит. Ауызашарға келдік. Мына жақта отырмыз. Балалар мына жақта стол астында. Жанарым, күшті ойнап жатыр. Достар, бүгін демалысымыздың 4-ші күні. 3 күн ауызашарда болып, үйге тамақ жасамаған едік. Енді бүгін тамақ жасайын деп жатырмын. Мынау алдындағы зептерімді алдым деп көрсетедім ғой. Мінекей осындай іші. Қазір шайып жіберіп, мына резинкасын астына осылай қозғалып кетпей үшін қойып қояды екен. Мына жерді бәрін бір шайып жіберіп, асқабақ, май және етті турап жіберіп, манты жасағым келіп тұр. Бүгінгі ауызашарға манты болады. Өзіміз үйден ішетін болдық. Әрі холодильникте наурыз көжеміз тұр. Әлі балаларға кішкене ішеді. Бәрі наурыз көжелер. Одан артық олар да тойып қалып жатыр. 3 күн қатарынан видеода көргендеріңіздей ауызашарда болып, достарымыздың үйіне барып, қыдырып қайттық. Енді үйде тамақ жасаймыз бүгін. Балалардың 4-ші күн демалысы, ертең тағы бір күн демалысы бар. Бүгін жуып, шайып, барлығын шомылдырып, киімдерімізді реттеп, солай жасап жатырмыз. Күн деген, дала деген бай ыстық. Қазір папасы қыздарды ойнатуға шығарды. Дала деген өте жан тұр ғой шынымен. Мінекей достар, турап алдым. Асқабақ, картоп, ет, пияз, кішкене май қосам. Осылай міне мынаның ішінде турап алып жатырмын. Тез жасай қоям да, сосын тестосын, қамырын үйлеп, бала қыздар келем дегенше үлгертем бар еді. Солай жасап жатырмын. Мантымыз пісті. Мінекей. Уже балаларға салып бердім. Балалар жеп алсын деп. Сонша ауызашқаны тыңдаймыз. Ал достар, саған оразаларыңыз қабыл болсын. Осымен блогым аяқталды. Бірнеше күндік. Қош сау болыңыздар. Маған лайк басып, комментарий жазып келіп кетіңіздер. Сау болыңыздар. Келесі блогта кездескенше.